Сәлем достар, сіздермен бүгін мен Clash.kz арнасы және де бүгінгі видеода видео күнделікті шығатын болады. Мен адамда көбісі шығармай кетті деп жазып жүр және де көбісі өсек таратып жүр екен, типа Clash.kz ютубтан кетті деген сияқты. Бірақ мен кеткен жоқпын. Сабақ болды, сабаққа дайындалу, кішкене активность көріну, сабаққа деген сияқты сондай жоспарлармен мен видео шығара алмадым. Бір жағынан да желание болған жоқ, себебі лайк жоқ, просмотр жоқ, дизлайктар көп, хейтерлер көп, бірақ мен оған көңілімді түсірмеймін. Мен тек қана бір ғана мақсатым сіздерге көңіл сыйлау, видео түсіріп, сол өзіме жетеді әрине. Егер сіздер қолдасаңыздар, менің каналым топ каналдардың ішінде шығуы әбден мүмкін. Және де мен, жаз бойы мен влог түсірген болатын, влогты монтаждадым, содан кейін өшіліп қапты қазіргі. Сонда мен влогты шығарам ба деп ойладым, бірақ влогқа әлі ерте деп тұрма, білмеймін, әйтеуір өшіліп қапты. Және де көріп тұрғаныңыздай міне интернетте шамалы, кәдімгі фу деуге де болады. Әрине шығарам. Сосын тағы да бір жаңалық болды. Ержан деген жігіттен, бұрында казах армияда болды. Содан кейін королев, содан кейін бөлініп кетті да, сол жігіт маған аккаунт сатам деген екен. 142 уровень, ТХ9, барлығы фул стена 10 уровень, герой 20-да 26 ма, сондай бір нәрсе. 15 мыңға сатып жатыр екен. Содан кейін мен алам дедім. Содан кейін айттым, мен оған проверкамен алам. Содан кейін салатын күні мен 15 мың жинадым. Содан кейін маған айтып жатыр да, типа маған звондады. Мен звондадым оған. Содан кейін келістік, мен оған бірінші берем деп. Яғни мен оны кивиден банкомат карточкасына салам, яғни халық банкова сондай. Мен басында қорқтым әрине, себебі мен оны танымаймын әбден, сондықтан ақшам кете ма деп. Содан кейін салдым, риск деп. Сосын салғаннан кейін түсіпті оған, сосын банковарда ақшасын алып, содан кейін маған аккаунтты берді. Аккаунт барлығы нормально, ник ауысады, еще Ержан деп тұрды. Скрин болса қазір салатын болам осы жерде. Сол, ойнап жатырмын, сосын маған айтты, типа жігіттер, мен, кланда КВО жатыр, мен КВ-да екен, сосын айтып жатыр да, типа, сол Ержан атака жасап береді деп, сосын аккаунтын өшірмеген ғой соткасынан. Содан кейін, ол екінші аккаунтынан X модпен, яғни атака жасап жатқанда, ол кланнан шығып кетті. Содан кейін менікі соединение с интернетом түсіп қалды да, мені ойыннан шығарып, ойынға кірсем, жаңағы аккаунт навсегда заблокировать етіліп қапты. Себебі ол X модты не істеді. Өзіңіз біле жатырсыздар, Макс Лук аурумның видеосында, яғни үшінші толқын, яғни волна дейді ғой, бандар жаудырып жатыр. Содан кейін топ клан ашқан болатын, мына жерде бар ма білмеймін, кеше Макс Луктың видеосынан қараған болатын, айтқанда, жоқ, кетіп қапты ғой. Unfire Bandit деген, яғни нелепый бандиттан. Мен сол аккаунт оказывается бан алмаған екен, хотя бы 2 аптаға бан беріп ескертуге болатын еді, бірақ навсегда бан берді. Сөйтіп аккаунт та кетті, содан кейін 15 мың теңге де кетті, сөйтіп ничем қалдым, жон болмай қалды. Хейтерлер қуаныңдар деймін ба, бірақ менің мәселеме бәріне похуй ғой, және де сол, содан кейін мен аккаунт болған, Никс Кипер, сосын Clash Royale аккаунт болған, 2 легендар кісі бар, Ледяной Мак, сосын тағы не бар, Ганчая. Содан кейін соның ішінде ТХ7 фул бар тұған, соны мен, кланға ауыстырдым, сосын бірі ТХ6 фул, содан кейін мен добивай деді. Осы кланда айырып бастадым. 6 уровень клан, 82 победа, 27 поражение, бірнеше. Бүгін жинып қадық, вообще желание болған жоқ, басылып кеткен КВО, оған дейін варлог әдемі. Сол осы кланды көтерейін деп отырмын, келгілеріңіз келсе келіңіздер, шақырамын. Ертең, бұйырса, қол тисе, Clash Royale'дан түсіретін болам. Онда көп деген қызықтар бар, әрине. Сол сіздерге контенттер дайындап қойдым. Сөйтіп, және де тағы айтарым, егер сіздер аккаунт сататын болсаңыздар, ТХ9 мен іздеймін, кәдімгі нормальный фуловой, герой 20-дан асқан. Егер сататын болсаңыздар, личка ашқыңыздар, және де көп топовый кландардан Қазақстанның көбісі банға кетіпті, мысалы көп игроктар казах армия, тағы қандай кландар бар, сондай кландардың игроктары X мод қолданбаса да банға кетіпті.
Сол өкініштісі енді сұрақ қойып жатырмын тех поддержкадан, ана мынау банды алып тастаңыз, нелепый бан, ана мынау деген сияқты. Сол, короче, енді күнделікті видеолар шығады, лайкпен қолдаңыздар, тегін лайк аямаңыздар достар. Қазақ YouTube дамысын десеңіздер әрине. Сол, короче, менде осы қана аккаунт қалды, осы максимально ең мықты осы 8 ғана, осымен жүрмін әйтеуір. Сол, амандықтар жолыққанша келесі видеода кездескенше. Сауда саламатта болыңыздар достар.